Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге өзімнің бордақыларыма қандай жем берем, қандай режиммен жем берем, соны қазір сіздерге толығырақ түсіндіріп айтатын боламын. Қазір үйде жем почти таусылайын деп қалған екен. Қазір өзіміздің бір опытын жем алатын жеріміз бар. Сол жерден барып жем әкелеміз. Содан кейін барлығын сіздерге ашық, толық түсіндіретін боламын. Бірінші екі жол ұн салып аламын. Одан кейін үстіне үш жол кебек салып, сосын үстіне су құйып, биеге жақсылап шылап беретін боламын. Бұл жемін жей берсін. Қазір мен сауын биелерге қандай жем берем, соны сіздерге көрсететін боламын. Жаңа сіздерге мен бордаққа қандай жем беретінімді көрсеттім. Ал енді қазір шаруа малдарға, осындай жаңадан келген малдарға қандай жем беретінімді айтамын. Біз бұларға келгеннен кейін жемге үйретіп алу үшін бірте-бірте жайлап аз-аздан беріп үйретеміз. Одан кейін жайлап ет алып жем жеп үйренгеннен кейін ақырындап жемді көбейтіп, кейіннен бір қалыпты жем беріп отырамыз. Бұлар сауын бие болғандықтан біз бұларға жем дүзбейміз, сүт көп беру үшін әрі бордақылап ұстап отыра береміз. Біз жемге тұз қоспаймыз. Тұзды осындай алдына кесек-кесек осындай тұздарды каждыйдың алдына осылай тастап қоямыз. Осыны өздері керегін жалап жей береді. Достар, мен сіздерге өзімнің екінші арнамды ұсынбақшымын. Үй жағдайында түрлі қолдан тренажерлар жасау, штанга жасау, түрлі жаттығулар, салмағы азайып көбейетін гантель жасау,
үй жағдайында қолдан гир жасау деген сынды тақырыптағы видеоларға қызықсаңыз, онда төмендегі сілтеме бойынша және бірінші комментарийдағы сілтеме бойынша өтіп, екінші арнама жазылуларыңызды сұраймын. Олай болса достар, менің видеом өз соңына келіп жетті. Егер де видео ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басып, қазақ тілді арнаны қолдай отырыңыздар. Алда тағы қызықты әрі пайдалы видеолар болады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.